Қазақ елі бейбіт күнде соғыс болмай-ақ тағы бір сарбазынан айырылды. 9 қараша күні Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жаңабазар ауылының тұрғыны болған 18 жасар жас сарбаз Шығыс Қазақстан облысы шекара қызметінде мерт болады. Полиция 105 статья бойынша іс қозғады, яғни өз-өзіне қол салған. Қауіпсіздік комитеті соңғы 3 жылда 270 сарбаздың мерт болғанын хабарлады. Өлімнің себептері жол апаты, ауру және суицид, яғни өз-өзіне қол салған. Желілерде осы кезге дейін қанша сарбаздың екі аяғымен барып, табытпен қайтып жатқандары, немесе ештеңеге жарамай мүгедек болып жатқандары туралы видеоларды көріп, адамның жаны түршігеді. Аналарының зар айқайын естіп, денесі түршігеді. Бұл өте қайғылы жағдай. Ендігі кезекте әскери басқару органдарының өкілдері көшедегі жас жігіттерді қуалап жүріп, әскерге күштеп алып кетіп жатқандарын көреміз. Оған арасында полиция қызметкерлері де араласады. Қорғаныс министрлігінің өкілдері мұндай рейдтер еліміздің барлық аумағында жүргізіліп жатқанын жеткізді. Оның себебі жас жігіттеріміз отан алдындағы борышын өтеуден қашатыны. Олар уақытылы жергілікті әскери басқару органдарына келмейді екен. Сол себепте де осындай әдісті қолданады. Бұл әрекет заңға қайшы емес екен. Жергілікті әскери басқару органдарына өз еркімен келетіндердің қатары азая бастағаннан кейін осы тәсілді қолданатындарын айтады. Әркім өз баласын әппағым дейді. Егер де әскерде тәртіп күшті болса, Қауіпсіздік комитеті хабарлағандай соңғы 3 жылда 270 сарбазымыздан айырылмас едік. Елімізде соғыс болмасын, бірақ соғыс болмай жатып ақ бейбіт күнде қанша жас сарбаздарымыздан айырылып қалдық. Егер де әскерде тәртіп мықты болса, бұлай жас жігіттерді көшеде ешкім қуаламас еді. Жігіттеріміз өз еріктерімен барып, абыроймен отан алдындағы борышын өтеп қайтар еді. Аналарымыз әскерге кеткен ұлдарын уайымдап, күн санап, жандарын шүберекке түйіп отырмас еді.